Баршаңызға сәлем достар, сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз Израиль халқының өте дәмді таңғы асын әзірлейтін боламыз. Бұл тағамды кез келген уақытта жасап әзірлесеңіздер болады. Өте тез және де дәмді болып шығатын тағам. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Достар, мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: қызанақ, тәтті бұрыш, сарымсақ, пияз, жұмыртқа, май, тұз, бұрыш, шекер қажет болады. Ең алдыменен пиязымызды әдемілеп турап аламыз. Ендігі кезекте тәтті бұрышымызды да өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кез келген формада кессеңіздер болады. Ендігі кезек қызанақтың қабығын міндетті түрде аршып саламыз. Себебі қабығымен бірге салатын болсақ, шақшукамыздың ішінде ол бөлек жүруі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде қабығын аршып тураймыз. Мінекей барлығын осылай әдемі етіп турап алдық. Енді біз табамызды отқа қоямыз. Оның үстіне сұйық май құйып, пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кішкене пиязымыз қуырылғаннан кейін үстіне туралған тәтті бұрышымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстіне туралған қызанағымызды салып, тағы да араластырамыз. Кішкене суы тартылғанша қуырамыз. Үстіне бұрыш, дәміне қарай тұз себеміз. Және де тәтті паприкамызды қосамыз. Аз ғана шекер. Енді барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Бізде мына жерде қызанақтың суы тартылғанша кішкене қуыруымыз қажет. Енді сарымсағымызды осылай пресстен өткізіп, немесе үткіштен өткізіп қоссаңыздар болады. Енді барлығын әдемілеп араластырып шығамыз. Дәмі деген өте керемет шығады. Енді үстіне қайнаған 2 ас қасық су құйып, тағы да жақсылап қайнатамыз. Бұл шакшуканы әзірлеген кезде табамыздың бетін жаппаймыз, жай ғана барлығын осылай ашық күйінде қуыратын боламыз. Ендігі кезекте жұмыртқамызды салма-салдын осылай қоюларын жылжытып, жұмыртқамызды салатын орынды дайындаймыз. Енді
барлығын осылай құйып шығамыз. Жұмыртқамыздың бетіне аздаған тұз себеміз. Енді сәл ғана астын басып пісіретін боламыз. Мінекей достар, біздің шакшукамыз әзір болды. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл Израиль халқының таңғы асы және де менің ең сүйікті таңғы асым. Бұл таңғы асты міндетті түрде тек қана азанда емес, кез келген уақытта жасасаңыздар болады. Өте тез және де дәмді болып шығатын тағам. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, достар.